Сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай браслет тоқитын боламыз. Ол үшін бізге керекті арнайы осындай бусиндар керек. Сосын зажигалка немесе оттық и қайшы. Арнайы тоқу үшін осындай бізде жібіміз керек болады. Сосын бізге скотч керек болады. Мынандай түрі болса да болады. Ал ендеше бастайық. Біз алдымен осындай жібімізді алып, қолымыздың мына білезік мөлшерін, ұзындығын өлшеп аламыз. Міне осындай ұзындықта, осындай өлшемде аламыз. Және оны қайшымен кесіп, бізде осындай қолымыздың өлшемін алып аламыз. Міне дайындап алған жібімізге бусинді өткіздік ортасына, және біз мына жағы 7 см, мына жағы 7 см қалу керек. Жалпы менің қазір қол білезігімнің өлшемі 30 см болып тұр. Яғни былайынан өлшейміз. Мына жерге дейін 7 см. Осы жерге дейін біз арнайы скотчпен орнатамыз. Өйткені жіп бізде қозғалып кетпеу керек. Енді біз тек мына аралықты және мына аралықты ғана тоқитын боламыз. Мынау біздің негізгі жіп болса, мынау бізде қосымша жіп болады. Қосымша жіпті мына негізгі жіптің астынан өткіземін. Және екі ұшын бірдей теңдей етіп біріктіремін. Сосын оң жақ қолыммен ұстаған оң жақтағы жіп, сол жақтағы ұстаған қолыммен сол жақтағы жіп деп тоқимыз. Кеттік, оң жақтағын бастайық бірінші. Мына негізгі жіптің үстіне қоямын. Мінекей. Енді мына сол жақтағы жіпті астынан, мына негізгі жіптің астынан өткіземін. Және мына оң жақтағы жіптің үстіне қоямын. Сосын мына оң жақтағы келген жіпті мынаның ішінен өткізетін боламын. Міне, екі ұшын бірдей қылып ұстаймын. Жаймендеп тартамын. Осындай түйін пайда болады бізде. Осы түйін егерде сол жақта тұрса, біз сол жақтағы жіпті бірінші бастаймыз. Оң жақта тұрса, оң жақтағы жіптен бірінші бастаймыз. Бізде қазір сол жаққа қарап тұр. Енді бастаймыз. Сол жақтағы жіпті үстіне қоямын. Оң жақтағы жіпті астынан өткіземін. Және мына жіпті ішінен өткізетін боламын. Жаймендеп тартамын. Міне, көріп тұрғандайыңыздай, бізде мынандай түйін мына жаққа қарап тұр. Ондай болса, біз оң жақтағы жіпті негізгі жіптің үстіне қоятын боламыз. Енді оң жақтағы жіпті үстіне қойдым. Сол жақтағы жіпті астынан өткіземін. Біреуі үстіне келсе, екінші жібіміз міндетті түрде астынан келеді. Сосын мынаны ішінен өткіземін, мына жіпті, и жаймендеп тартамын. Мына. Енді қараңыздар. Мына түйін бізде сол жақта тұр. Мына түйін. Олай болса, біз сол жақтан бастаймыз. Енді мен осы екінші жағын тоқитын боламын. Мына жағын қалай тоқыдым, тура сол процесті мен қайталайтын боламын. Міне, біз қажетті мөлшерде тоқыдық. Енді екеуін теңдей етіп өлшейтін боламыз. Міне, тоқыған жағымызды жақсылап мықтап тартамыз, және екеуінің тең екенін былай өлшейтін боламыз. Яғни тоқылған теңдей мөлшерде тоқылды. Енді біз бұны кесетін боламыз. Кескен кезде біз шатастырмаймыз. Мына ортасындағы негізгі жіпті кесіп тастамаймыз. Егер де мынаны кесіп тастасақ, ортасындағы негізгі жіпті, онда біз қайтадан басынан бастап тоқуға тура келеді. Тек қана мына қосымша жіпті және тоқылған жібімізді ғана кесеміз. Ол үшін, кесу үшін біз мынаны не алыс, не жақын кеспейміз. Кішкене ғана қалу керек. Осындай ғана мөлшерде. Міне. Және мына жағында шатасып, ортасындағы негізгі жіпті кесіп тастамаймыз. Міне, кестік. Мына жағында солай. Тақап кеспейміз және алыс кеспейміз. Міне, осылай. Кішкене ғана шығып тұру керек. Осылай кесеміз. Міне. Енді біз бұны арнайы зажигалканың көмегімен күйдіреміз де, мына жіпке жабыстырамыз тоқыған жеріне. Мына жағында күйдіреміз, кішкене ғана. Бір қатты күйіп кетпесін. Ол жағында ескереміз, мына жағында зажигалкамен. Бұл не үшін? Бұл біздің жібіміз тарқатылып кетпеу үшін, тоқыған жібіміз тарқатылып кетпеу үшін осылай күйдіріп, тоқыған жіпке жабыстырып қоямыз. Міне, дайын біздің. Мынау негізгі жіп, мынау бізде қосымша жіп. Қосымша жіпті негізгі жіптің астынан өткізем, және мынаны оң жақтағыны бірінші үстіне қоямын, негізгі жіптің. Біреуі үстінде, біреуі астында, яғни негізгі жіптің астынан өткіземін. Мына жіптің ұшын мынаның ішінен өткізетін боламын. Міне.
осылай бағанағы қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Міне артық жіпті кесіп тастаймыз. Осындай ғана кесеміз. Кішкене ғана шығып тұру керек. И күйдіреміз. Міне бізде мынау жабылады и қайтадан ашылады. Енді бізде ашылып жабылғанда мына жібімізден шығып кетпеу үшін біз арнайы моншақ орнататын боламыз. Міне арнайы 2 моншақты мына жіптен өткізіп, бұны байлап тастаймыз. Яғни түйіндеп. Бір рет және 2 рет түйіндейміз. Және мына жібіміз тарқатылып кетпеу үшін ұшын күйдіріп тастаймыз. Міне өтті. Енді мына жерін күйдіріп тастаймыз. Келесі жағында тура осылай істейміз. Біздің браслетіміз осымен дайын. Енді бұны қолымызға осылайынан тағып, және 2 моншақты жаймендеп тарту арқылы міне былай тартамыз, бұл жабылады. Міне қолымыздың өлшеміне қарай. И бұны бүйтіп тартсақ ашылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бізде осындай неше түрлі браслеттерді өз ойларыңыз бойынша тоқи берсеңіздер болады.